Олар көп ақша тапқысы келеді. Еуропада кез келген американдық студент, оның үстіне кез келген ересек американдық көп ақша тапқысы келетін адам ретінде қарастырылады. Шындығында, студенттердің 16% өмірдегі басты проблемасы мен міндетін жақсы табыс деп санайды. Мен сөзбе-сөз келтіремін. Көп табу. Бірақ сіз ең көп категорияның қандай екенін білесіз бе? Категория әлде категория. Оны қалай дұрыс қою керек? Көріп отырғаныңыздай мен таза акцентпен сөйлеймін. Ағылшынша емес. Бірақ сіз ең көп категорияның қандай екенін білесіз бе? Америкалық жастардың 78% олар айтқандай, өмірдің мәні мен мақсатын табуға алаңдаған. Яғни, бұл адамзатқа шынайы көзқарас. Білесіз бе, сіз менің ағарған шашыма және менің жасыма сенбейсіз, бірақ жақында мен ұшақ ұшқышы бойынша сабақ ала бастадым. Менің нұсқаушым маған не айтқанын білесіз бе? Егер сіз мұна нүктеден көтеріліп, мұна нүктеге шығысқа жетуді қаласаңыз, бірақ солтүстіктен жел соғып тұрса, соңында сіз жел алып кетеді, және сіз осы нүктеге қонасыз. Сондықтан сізге ұшқыштар оны дрейфтік ұшу деп атайды. Сізге осы аэродромның солтүстігінде орналасқан нүктені көздеу керек, және сол бағытта жүру керек, ұшу керек солге. Егер сіз осы аэродромның солтүстігінде осы жерді көздесеңіз, онда сіз мұратыңызға жетесіз. Біз оны тек нашарлатамыз. Бірақ егер сіз осы жерді көздесеңіз, бірақ егер біз оны асыра бағалайтын болсақ, бұл адамдарға да қатысты. Мен бұлай айтар едім. Егер біз адамды сол қалпында қарастырсақ, біз оны тек нашарлатамыз. Егер біз адамды сол қалпында қарастырсақ, шапалақтау ерте, себебін кейін түсінесіз. Біз оған шынымен де бола алатындай болуға көмектесеміз. Егер біз идеалистік болып көрінгіміз келсе, және адамды асыра бағалағымыз келсе, біз артық баға береміз. Егер біз оны одан да жоғары қарасақ, біз оған шынымен де бола алатындай болуға көмектесеміз. Бірақ егер біз оны болу керек деп есептесек, оның болуы мүмкін болуына жол бермейміз. Демек, белгілі бір мағынада біз идеалист болуымыз керек. Өйткені осылайша біз нағыз реалист боламыз. Оны кім айтқанын білесіз бе? Оны айтқан менің пилоттық нұсқаушым емес. Бұл мен емес, оны айтқан Гёте. Ол оны сөзбен жеткізді. Енді сіз менің шығармамда неліктен жазғанымды түсіндіңіз. Бұл кез келген психотерапевттік әрекет үшін ең қолайлы максима. Демек, егер сіз жас жігіттің бойындағы оның мағынаға деген құштарлығын, оның мән іздеуін танымасаңыз, сіз оны одан да бетер нашарлатасыз. Одан сайын жалықтырасыз. Одан да көңілсіз етесіз. Сіз оның ашуын одан да әрі арттырасыз. Егер сіз бұл адамды қылмыскер немесе кәмелетке толмаған құқық бұзушы немесе нашақор деп аталатын адамға кем дегенде мағынаны іздеудің ұшқынына жол берсеңіз, мойындайық, рұқсат етейік. Содан кейін сіз оны оның бойында тудырасыз. Сіз оны негізінен бола алатын нәрсеге айналдырасыз.